Барлықтарыңызға сәлем. Негізі мына столды көп болды жинай алмай жүргеніме. Түсініксіз болды, инструкциясы жоқ. Әсіресе жаңа тартпасына келген кезде сәл қиналып қалғанымыз бар. Негізі столды жинаған кезде өзінің жаңағы бонттары болады ғой. Ол бізде автоматты түрде екен. Бірі бұралса екінші қайтып шықпайды екен. Сондықтан біз өзіміз істеуге қорыттық. Лучше мебель жинайтын адамдарға жинатқан дұрыс деп ойладым. Осы жерге қоймақшым, осы бұрышқа. Негізі басында сондай план болған болатын. Стол осы бұрышта тұрады деген ойда болған болатын. Бұрын негізі Алматының 1-ші класста оқитын стол осы жерде тұрған болатын. Ол да өте кішкентай, шағын болатын. Оны сатып жібердік. Енді мына столды алдым, бұл мүлдем бұл жерге келмейді екен. Вообще келмейді. Арасы ұзақ, ашық болғандықтан басқа жерге қоюға тура келді. Мына жерде мінеки Алмат екеумізде спор жүріп жатыр. Мына подставканың бір аяғы сынып қалған болатын. Алған кезде сындырып алған болатын. Сонымен әлі тұр, мінеки қойдық. Бір жағы төмен, бір жағы жоғары болып қалды. Оның үстінен шкафтың есігіне қатты кедергі жасайды. Одан кейін стена мен столдың ортасы кәдімгідей ашық болып қалды. Сонымен столды басқа жаққа қойдым. Алматқа қарама қарсы отыратын боламын. Неліктен қойып жатырмын, өйткені Алматының столын көбінесе өзіме тартып ала беремін да. Тігін тіккенде, қолөнер жасаған кезде постоянно Алматының столына отырып аламын. Сондықтан өзіме осындай жеке стол тапсырыс бердім. Енді тартпалары өте кішкентай, ешқандай заттар сыймайды екен. Бұны мен Каспийден берген болатын, бірақ Каспийден мебель заказ берудің қажеті жоқ екен. Осы тартпаға негізі арнайы осындай органайзер алған болатын. Бір штука ғана сыйды да, қалғаны сыймай қойды. Сонымен Алматпен ауыстыратын боламын. Алматыда бар осындай органайзер, соның кішкентайын ала тұрамын. Мінеки подставка өз орнына келді қайтадан.